Құрметті қазақстандықтар және менің жерлестерім, бүгін 1 наурыз күні, алғыс айту күнімен баршаңызды шын жүрекпен құттықтаймын. Мен өзім айтарым, біздің ата-бабаларымыз вақытында 30 жылдарда депрессияға ұшырап, қиын қыстау күндерінде Қазақстанға келіп, қоныс аударып, бұл жерде қазақтардың қонақжайлығы қандай болғаны бәріміз білеміз. Сол біздің ата-бабаларымызды өз үйіне апарып, бір жапырақ нанды бірге бөлісіп, сол біздің ата-бабаларымыз бәрі аман сау қалған. Мен бүгін өз атымнан және Иран Азербайжан этно-мәдени орталығының атынан, мектеп ұжымының атынан баршаңызға рахмет айтам. Қазақ халқына рахмет айтам. Өз жанұямнан мәңгілік жасай берсін біздің Қазақстан. Әрқашан аман болсын.